Алла тағала осындай Нұр Мұбарак деген керемет оқу орталығын сыйлап отыр бізге. Бұл оқу орталығының да өзі бірнеше жылдар даму үстінде болды. Бұл қыздарымыз келіп осы жерден білім алайық, мұсылмандықты үйренейік дегендей мысалы. Солардың барлығын қамти алу керекпіз біз. Олардың мысалы биылғы түсетін сандары мысалы сондай бір үлкен сан болса, ол санның біраз пайызын біз қамти алмауымыз мүмкін. Оқу орнымен де, жаңағы жататын орнымен де. Ол біз үшін өте жанымызға бататын нәрсе. Олардың да үйлеріне, көздеріне жас алып қайтып баратқан нәрсесі де оңай нәрсе емес негізі. Сол мағынада университетіміз қазір алға қарай үлкен жоспарлар қойылып, 9 қабатты осындай бір керемет ғимаратты қолға алынып жатыр. Бұл да Алла тағаланың өзінің бастап жатқан ісі, өзінің жақсы пейілді адамдарын пайдаланып, соған жұмылдырып дегендей нәрсе. Адам, халық өзіндегі нәрсені шығармайынша Алланың жәрдемі келмейді. Бұл Алланың өзінің бір заңдылығы қойып қойған. Біз кейбір адамдардың әлеуметтік жағдайын шешуге көмектесерміз, біреулердің ауруына көмектесерміз, біреуге пәтер алып беріп көмектесерміз. Бұның барлығы Алла тағаланың істетіп жатқан майдандары. Бірақ осы нәрселердің ішінде адамды жасап шығару. Қандай адам? Салауатты, салиқалы адамды жасап шығару. Ары қарай терең үңілетін болсақ, біз Міржақыпты жасап шығару керекпіз. Біз Ахмет Байтұрсынұлын жасап шығару керекпіз. Міржақып Дулатұлы айтады: әуелі үйренетін бір ғылымың өзіңнің мұсылманша дін ғылымың. Шарттарын исламның кәміл білсең, ақыреттік азық болар шын ғылымың дегендей. Шындап келген кезде бұл сондай бір ғылыми орталық. Бұл осы қазақтың болашақтағы салауатты, салиқалы жер бетіндегі өміріне де, сондай-ақ мәңгі ақыретіне де үлкен жақсылық сыйлағалы тұрған орталық. Осы орталықта дайындалып жатқан әрбір ұл қызымыз біз үшін өте қымбат. Оның бойына жаңағы рухани тәліммен қоса тәрбиені беру осы университеттің үлкен бір мақсаты. Құдай қаласа жаңағындай 9 қабаты Құдай қаласа салынып, үлкен оқу орталық ашылып, әрбір осы руханиятты іздеген ұлдарымыз бен қыздарымызды қамти алатын Атала сондай бір күш берсін бізге, осында қамтып оқытатындай, сөйтіп болашағымызға керемет салиқалы буын сыйлап беру, бұл тәуелсіздікке деген шүкірлігіміз. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті шәкірттер, ардақты ұстаздар, сондай-ақ біздің нұрлы, берекелі білім ордасына, үлкен шаңырағымызға қонақ болып келген бүгін ағаларымыз бен әпкелеріміз, қадамдарыңызға Алла сауаптан жазсын. Аптаның 7 күннің төресі, сұлтаны, жұма күні, жасаған құлшылық, ғибадат, дұға тілектерімізді Аллахым қабыл етсін. Бүгінгі жұма уағызы кешіне қош келдіңіздер. Алла сауаптан жазсын дейміз. Сіздерге енді жұма уағызын айтатын осы біздің Нұр Мұбарак университетінің исламтану кафедрасының аға оқытушысы, исламтанушы, PhD докторант Серік ұстаздарыңыз, Серік Тәжібай ұстаз. Алла разы болсын. Серік ұстаз, қош келдіңіз. Рахмет, Алла разы болсын. Алла өміріңізге, уақытыңызға, осы әлем жолында жасап жатқан үлкен еңбектеріңізге берекесін берсін. Әмин. Серік ұстаздарыңыз енді жалпы ақида саласының маманы, осы Нұр Мұбаракта біраз жыл сабақ берген, өзде осы Нұр Мұбарак университетінің түлегі, енді бізден сабақ алған шәкіртіміз, қазір енді ұстаздан шәкірт озады деп, біздің шәкірттеріміз, Аллаға шүкір, қазір үлкен ұстаз, ғалым, Алла разы болсын. Бірнеше жарық көрген еңбектері бар, осы ислам ақидасына байланысты, сондай-ақ пайғамбар өмірбаянына байланысты, Алла бұйыртса,
алып келді. Ұстаз сіздерге қазір уағыздан соң сұрақ қойып сіздерге беретін болады. Иншалла, Аллах разы болсын. Енді құрметті шәкірттер, өздеріңізге белгілі, алда үлкен 12 айдың сұлтаны болған қасиетті ұлық Рамазан айы келе жатыр. Аллахым Рамазан айына баршамызды аман есен жеткізсін, иншалла. Енді Рамазанда жасалатын ең үлкен құлшылық ол ораза тұту ғой. Әй, бәрекелді. Ораза арабтың тілінде саум дейміз. Ол тыйылу, тек қана астан, тағамнан, сусыннан емес, бүкіл жаман нәрселерден тыйылу ғой. 12 мүшенің ораза ұстауы. Солай ғой. Олай болатын болса, осы оразаға қалай дайындаламыз, ниетімізді қалай дұрыстаймыз. Альхамдулилля, бүгінгі тақырыпта Серік ұстаздың керемет оразаға дайындық ниетті түзетуден басталады дейді. Олай болса, құлақ қойып, ден қойып, құлақ тұрып тыңдайық. Алла кешімізді берекелі қылсын, ұстазымызға Алла қуат берсін. Серік ұстаз, ал мархабат, сөз өзіңізде. Алла разы болсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد على من ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті білім жолында жүрген студенттер және мұхтарам жамаат, ұстаздар, Аллах разы болсын. Осы қасиетті Рамазан айы алдымызға келіп тұр. Иншалла, осы жақын арада басталады ораза, қасиетті Рамазан айы келіп жетеді. Осы орайда бүгінгі тақырыбымыз оразаға дайындық ниетті түзуден басталады атты тақырыбында уағыз насихат дайындап келген болатынмын. Уақыт керуені тағы бір белесті артқа тастап, мұсылман үмбетінің асыға күткен қасиетті Рамазан айы да жақындап келеді. Рамазан тек ашығу немесе шөлдеудің айы емес. Бұл адамның жүрегін тәрбиелейтін, рухын жаңғыртатын, өмір бағытын қайта түзетін ерекше рухани мектеп десек қателеспейміз. Сондықтан да бүгінгі жұма уағызы оразаға дайындық ниеттен басталады деп айтылып тұр ғой. Дегенмен осы тақырыптың аясында 7 түрлі маңызды мәселені қарастырады екенбіз. Ол біріншісі ол ниет, екіншісі тақуалық, үшіншісі рухани азық, төртіншісі оразаның адам психологиясына пайдасы, бесіншісі оразаның адам ағзасына деген пайдасы, алтыншы нәпсін тәрбиелеу, жетінші оразаның адам бойындағы мейірімділік пен ықыласын арттырып, ақылағын көркем мінезділікке жетелейтін бағыттары бар екенін сөз еткеніміз жөн болады бүгінгі тақырыбымызда. Ал ендеше бірінші тақырыбымыз ол ниет. Әрине, ниет деген өте маңызды ислам дінінде. Рамазан оразасына дайындық ең алдымен ниетті түзетуден басталады екен. Себебі исламда кез келген амалдың құндылығы оның сыртқы көрінісінде емес, ішкі мағынасында жатыр. Адам бір істі орындау мүмкін, алайда сол істің Алла тағала алдында қабыл болуы оның қандай мақсатпен жасалғанына байланысты болмақ. Осы орайда пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам иннамал аъмалу бинният деп айтқан екен. Яғни расында амалдар ниетке қарайды. Яғни ниетті барлық құлшылықтың негізі ретінде көрсеткен бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ниет жай ғана тілмен айтылатын сөз емес, ниет адамның жүрек таңдауы, ішкі бағыты, не үшін әрекет етіп жатқанын айқындайтын рухани бағдар.
ғибадаттың сыртқы көрінісі денеге қатысты болса, ал ниет оның рухына қатысты екен. Рухсыз дене тіршілік ете алмайтыны сияқты, ниетсіз амал да рухани жеміс бермейді. Сондықтан да ғұламаларымыз ниетті амалдың рухы деп түсіндірген. Ораза осы шынайы ниеттің айқын көрінетін құлшылығы. Себебі адам жалғыз қалған кезде де ішіп жемей өзін тыйып тұрады. Бұл оның адамдар үшін емес, Алла үшін әрекет етіп жатқанын көрсетеді екен. Оразаның ерекшелігі де осында. Намазды адамдар көруі мүмкін. Садақаны да біреулер білуі мүмкін. Біреуге айтып қоясың. Ал оразаның шынайылығын тек Алла тағала ғана біледі екен. Сондықтан хадис шәрифте ораза мен үшін оның сауабын өзім беремін деген. Бұл демек пайғамбарлардың аузынан шыққан хадис, Аллахтың сөздері. Бұл қандай хадис болып есептелінеді? Құдси хадис. Яғни пайғамбардың аузымен Алла тағала өзінің жеткізетінін жеткізіп тұр екен. Яғни бұл Құран деңгейінде емес, әрине. Бірақ Құраннан кейінгі сатыда ол құдси хадис. Одан кейін сахих кете береді ғой. Сол үшін құдси хадис ең жоғары дәрежеде екен. Яғни бұл хадисте ораза мен үшін оның сауабын өзім беремін деген хадисте қалай түсінеміз? Бұл оразаның ықылас пен шынайылыққа негізделген ғибадат екенін білдіреді. Демек, оразаның қабыл болуы адамның ниетінің дұрыстығына тікелей байланысты болмақ. Білім жолында жүрген жастар осы отырған ниет мәселесі, осы бүгінгі айтып отырған тақырыптағы ниет мәселесі өмірдің барлық саласында өте маңызды. Мысалы, бір студент білімді тек бағалу үшін оқиды. Баға үшін деуі мүмкін да, или диплом үшін деген сияқты. Ал екіншісі өзін дамыту үшін, пайдалы қоғамға, еліне, жеріне, дініне пайдасын тигізу мақсатында осындай ниетпен оқуы мүмкін. Осы жерде осы екі түрлі ниеттегі адамның жеңіске жететіні қайсы? Жаңағы екіншісі екен. Неге десеңіз, оның ниеті дұрыс болды. Ниеті елім, жерім, дінім Аллахтың разылығы үшін деген адам, әлбетте ол екі дүниеде де жеңіске жетеді екен. Бұл да ниеттің шынайылығына байланысты. Білім сондай-ақ қасиетті Құранда оразаның негізгі мақсаты ол тақуалық турасында баяндайды. Ал тақуалық ниеттен басталады. Егер адам оразаны тек аш жүру ретінде қабылдаса, яғни диета немесе арықтау үшін деп ниеттену мүмкін. Ол аштықтың ауырлығын ғана сезінеді, тек қарны ашқанын ғана сезінеді. Ал егер оразаны жүректі тазарту, мінезін түзету, ақылағын жөндеу және Аллаға жақындау ниетімен ұстайтын болса, онда бұл ғибадат оның ойына, сөзіне және амалына әсер етеді екен. Ниет дұрыс болған кезде адам жаман сөзден сақтанып, ашуға берілмей, сабыр сақтауға тырысады. Осылайша ораза адамның ішкі дүниесін тәрбиелейді. Психологиялық тұрғыдан келетін болсақ, адамның әрекеті оның ішкі сенімі мен мақсатына тәуелді. Адам не үшін әрекет етіп жатқанын түсінген кезде ғана қиындыққа төзімді болады. Ниеті анық адам аштықты ауыртпалық ретінде емес, рухани жаттығу ретінде қабылдайды екен. Бұл оның ерік-жігерін күшейтіп, өзін-өзі бақылау қабілетін арттырады. Сондықтан оразаның басталу нүктесі ғана емес, оның соңына дейін жеткізетін күш деп есептесек болады. Сонымен қатар, ниет адамның амалын тұрақты етеді екен. Рамазан айында көптеген адамдар құлшылыққа жақындайды, бірақ ай аяқталған соң бұрынғы әдеттеріне қайта оралып жатқан жағдаяттар кездеседі. Ал ниеті дұрыс адам Рамазанда уақытша құлшылық емес,
жаңағы өмірін өзгерту мүмкіндігі ретінде қабылдап соған амал етеді екен. Ол бұл айды жаңа бастаманың уақыты деп түсінеді. Өйткені ниет дұрыс болған жерде амал да жалғасын табады. Сондықтан ғұламаларымыз Рамазан келгенде ең алдымен жүректі дайындауды айтқан. Жүректі реніштен тазарту, тәубе ету, жақсы амалдарға мақсат қою, мұның барлығы ниетті түзетудің белгісі. Жүрек түзелмей, амал толық түзелмейді. Сондықтан Рамазанға шынайы дайындалғысы келген адам ең алдымен өзінен мен бұл оразаны не үшін ұстап жатырмын деп сұрақ қою керек. Яғни бұл сұрақ қою арқылы сен өзіңмен, нәпсіңмен сөйлесіп, нәпсіңмен келісімге отырып, жүрегіңді Алла тағалаға бағыттап, Алла тағаламен жаңағыдай бір келісімге келіп, ниетіңді түзеп алады екенсің. Себебі ниетті көруші, естуші, білуші, сенің ниетіңді, ішіңді білуші кім? Алла субханаху ва тағала азза ва жал. Ниет түзелгеннен кейін адамның алдында келесі маңызды сұрақ туындайды. Біз ораза арқылы қандай нәтижеге жетуіміз керек? Қасиетті Құранда оразаның басты мақсаты ретінде тақуалық деп бізге көрсеткен екен Алла тағала. Енді жаңағы көрдіңіздер ғой, ол ниет мәселесі жөнінде талқыладық бұл жерде. Ниет ол өте маңызды. Иннамал амалу бинният, кез келген істе, намазымызда, дәрет алғанда, құлшылық, ғибадат, фиқ мәселелерінде ниет өте маңызды. Әлбетте ниет іштей, ол тек қана Алла тағаламен байланысты. Келесі кезекте ол тақуалық. Алла тағала қасиетті Құранда يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون деп айтқан. Ей иман келтіргендер, сендерден алдыңғыларға парыз етілгендей тақуалық етерсіңдер, бәлкім тақуалық етерсіңдер деп сендерге ораза парыз етілді дейді. Яғни алдыңғы қауымдарда да ораза парыз етілген, оның мақсаты, хикметі осындай екен. Яғни тақуалық. Тақуалыққа жетелейтін бірден бір себеп осы қасиетті Рамазан айында ораза ұстау арқылы осы тақуалыққа да жетуге болады екен. Бұл аят оразаның ең басты мақсаты тақуалық екенін көрсетеді. Тақуалық дегеніміз тек қорқу емес, жай ғана қорқып қоя салу емес. Тақуалық дегеніміз адамның әрбір ісінде Алланы сезінуі, дұрыс пен бұрысты айыра білуі және өз нәпсін бақылауда ұстау. Яғни бұл ақылақта термин ретінде мұрақаба деп айтады. Яғни өз-өзіңді контроль, өз-өзіңді бақылауда ұстау мұрақаба. Яғни тақуалықтың бір сол саласы, сол мұрақаба. Өз-өзіңді бақылау арқылы сен не істейсің? Тақуалық жолына жетеді екенсің. Яғни адам жалғыз кезде де, ешкім көрмеген жағдайда да Алланың бақылауында екенін ұмытпай өмір сүру осы тақуалықтың бір жолы екен. Сондай-ақ ораза осы сезімді қалыптастыратын ерекше құлшылық. Өздеріңіз білесіздер, оразада бір нәрсе жеп қойдың ба, или байқамай су ішіп қойдың ба, біреу туралы жаман ойлап қойдың ба деп әрқашан осы өзіңді жаңағы әрбір іс-әрекетіңді, даже ойыңның өзін әрқашан бақылауда контроль жасап жүресің. Енді көп қой, енді жағдаяттар аз емес, нәпсі кішкене агрессияға беріліп қаласың, немесе неше түрлі өмірлік ситуациялар болады, жағдаяттар болады. Сол кезде өз-өзіңді ұстау осы ораза тәрбиесі арқылы жетуге болады екен. Одан кейін жаңа айттық қой, ораза осы сезімді қалыптастыратын ерекше құлшылық. Себебі адам
күні бойы адал болған тамақ пен судан өз еркімен бас тартады. Бұл адамның өзіне мен не істей аламын деп тәрбие беруі. Егер адам адалдан тыйылса, онда арамнан тыйылу әлде қайда жеңіл болады. Яғни оразада әшінде харам нәрселер болады, әшінде адал нәрселер бар, күнделікті мубах амалдар бар. Ол мубах амалдарды сен істей бересің кез келген уақытта. Яғни шариғат дін бойынша тыйым салынбаған. Ал қасиетті Рамазан айында көп нәрселер харам. Яғни күнделікті тамақ, жай қарапайым судың өзі, тамақтың өзі бізге күн шықпастан алдын және күн батқаннан кейінгі уақытқа дейін харам болып есептеледі. Іше алмаймыз. Яғни тыйым салынған. Міне осы кезде біз осындай жетістіктерге жетеміз. Яғни жетістікке жету арқылы ораза біткеннен кейін де мубах амалдарында да ойланып жүреміз. Мубах амалдарының ішінде кейін харам тыйым салынған, Алла тағаланың тыйым салынған, шариғаты бойынша тыйым салған нәрселерге тіпті жоламайтындай дәрежеге жетуге болады екен. Бұл үлкен мүмкіндік. Қазіргі қоғамда өздеріңізге белгілі адамның сыртқы мүмкіндіктері көбейген сайын ішкі бақылау әлсіреп бара жатқанын көреміз. Әлеуметтік желілер, социальный сеттер, неше түрлі қазір білесіздер, TikTok, Instagram, тағы да басқа әлеуметтік желілер өте көп, ақпараттар өте көп, уақыттың тез өтуі, шексіз қалаулар, желание, страсть деп айтып жатады ғой. Өзің білмейсің, әр нәрсені көріп алып, басқа біреулердің жетістіктеріне немесе солардың маркетинговый жолдарына, рекламаларына еріп кетіп, нәпсі қалауымен өзіңді де, нәпсі қалау арқылы өзіңді ұстай алмай қалатын кездер болады. Міне, осындай жағдайда адам өз нәпсінің жетегінде кетуі оп-оңай. Ораза осы ішкі тепе-теңдікті қайта қалыптастырады. Аштық адамның әлсіздігін еске салады, ал сабыр оның рухани күшін арттырады. Психологиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, тақуалық адамның саналы өмір сүру қабілеті. Осознанно дейді ғой, саналы, осознанно өмір сүру. Яғни іште баланс бар, не керек, не керек емес. Өз-өзіңді, нәпсіңді, өзің ішкі жан дүниеңді бақылауға алып, жаңағыдай таразысына, ақыл таразысына салатындай ақылың, интеллект көбірек жұмыс істеп, өмірде тек қана пайдалы, хайырлы нәрселерге ұмтылуға ашатын бір есік ретінде қарастыруға болады. Ораза кезінде адам ашуланбай сөйлеуге, бос сөзден сақтануға, уақытын қадірлеуге тырысады. Бұл өзін өзі бақылау дағдысының қалыптасуы. Мұндай адам Рамазаннан кейін де өз өмірін тәртіппен жалғастыра алады. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам, кім жаман сөздер мен жаман іс әрекеттерден тыйылмаса, яғни тастамаса, Алла оның жеп ішуден тыйылғанына мұқтаж емес деген. Бұл хадис. Бұл хадис оразаның сыртқы емес, ішкі өзгеріске бағытталатынын көрсетеді. Яғни тақуалық тек асқазанның емес, тілдің, көздің, ойдың және жүректің тақуалығы. Білім жолында жүрген жастар үшін тақуалық өте маңызды. Тақуалық оқуына жауапкершілікпен қарау, уақытты бос өткізбеу, ата-анаға құрмет, ұстаздарға құрмет көрсету, достарына адал болу, өзіне сеніп тапсырылған аманаттарға жауапкершілікпен қарау дегенді білдіреді. Тақуалық тек мешітте емес, университетте, жұмыста да, күнделікті өмірде де көрінуі тиіс. Оразаның тәрбиелік мәні де осында. Бір ай бойы адам өзін бақылауға үйретеді,
Бұл уақытша шектеу емес, адамның ішкі дүниесін өзгертуге арналған рухани жаттығу. Егер ораза адамды сабырлы, мейірімді, ұстанымды етсе, онда ол оразаның мақсатына жеткені. Дұрыс ниет адамды тақуалыққа жеткізеді. Ал тақуалық адамның жүрегін рухани азыққа дайындайды. Себебі жүрек тазаланған кезде ғана Құранның насихатын қабылдай алады. Яғни ниет арқылы сен тақуалыққа жеттің, тақуалық арқылы рухани азық қабылдайсың. Рухани азық не арқылы қабылдаймыз? Әрине қасиетті Құран кәрім. Яғни Құранда да оқып, тілдің ұшында да өткізіп жіберуге болады Құранды. Тамақтың мағынасы тамақтан ары қарай өтпеуі де мүмкін. Ал егер жүрек есіктері ашылып, өзің тақуалыққа ниетіңді түзеп, Аллахтың разылығы үшін деп рухани азық алуға дайын болған кезде, әлбетте қасиетті Құран жүрегіңе келіп, тамақ өңешіне өтіп, жүрегіңе жетеді екен. Содан кейін осы рухани азық бұл үшінші мәселе. Рамазан айының жүректі тәрбиелеуі және иманды күшейтуі. Енді әрине ақида саласында әл-имаду ла язиду ва ла янқус деп айтамыз, алайда практикалық тұрғыдан иман артады да кемейді. Оның өзі емес, иман бар болып қала береді. Несі ғана күшейеді? Оның сапасы. Яғни иманың күшейген сайын амалдарың да күшейеді. Рухың да күшейеді, тақуалығың да артады. Құранда Алла Тағала не дейді? Иза тулиятил Құр'ана задатхум имана ва аля раббихим важилат қулубихим задатхум иману ва аля раббихим ятаваккалун деген аят бар. Яғни Құран оқылған кезде тақуалар туралы айтып отыр, мүміндер жайлы. Құран оқылған кезде олардың имандары артып, жүректері жібіп, имандары артады дейді. Және Раббыларына тәуекел етеді дейді. Яғни бұл рухани азықты қабылдауға деген жүректің дайындығы. Ниет түзеліп, адам оразасының мақсаты болған тақуалыққа ұмтылған кезде, оның жүрегі рухани азық қабылдауға дайын болады. Себебі адамның жүрегі дене сияқты қоректі қажет етеді. Адамның жүрегі де қоректі қажет етеді. Дене тамақпен қуаттанса, жүрек иманмен, зікірмен және Құранмен қуаттанады екен. Сондықтан да Рамазан айы тек тәнді тәрбиелейтін емес, ең алдымен жүректі тірілтетін ай болып есептелінеді екен. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде «Шәһру Рамадан аллази унзила фихил Құр'ан худан линнаси ва баййинатин минал худа вал фурқан». Рамазан айы адамдарға тура жол көрсетуші, ақ пен қараны айыратын дәлел ретінде Құран түсірілген ай делінген. Бақара сүресінің 185-ші аят жолында Алла Тағала айтқан. Бұл аят Рамазанның негізгі ерекшелігінің бірі Құранмен байланыс екенін көрсетеді. Сондықтан ғұламаларымыз Рамазан келгенде Құран оқуды көбейтіп, іліммен айналысуға ерекше мән берген. Себебі Құран жүрекке шипа, ойға бағыт, өмірге өлшем. Қазіргі заманда адамның денесі шаршамаса да жүрегі шаршайды. Ақпараттың көптігі, үздіксіз асығыс өмір, депрессия, стресс сияқты уайым, қайғы, күйзелістер адамның ішкі тыныштығын әлсіретеді екен. Жүрегі бір қобалжып, әрдайым бір тревогада тұрады. Міне осы Рамазан айы осындай жағдай рухани азық қалған жүрек босап, адам өмірінің мәнін жоғалта бастайды. Рамазан осы рухани бос кеңістікті толтыратын мүмкіндік. Ораза адамды күнделікті дағдыдан уақытша алыстатып, өз ішкі дүниесіне үңілтуге үйретеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айында Жебрейіл періштемен
ойлаңыздар, Жебірейіл алейхиссалам періштемен Құранды бірге қайталап оқығаны риуаят етіледі. Бұл Рамазанның Құранмен байланысын көрсететін маңызды үлгі. Өйткені Құран оқылған жерде жүрек тынышталып, ой тазарып, адам өмірінің мәнін қайта сезіне бастайды екен. Рухани азық дегеніміз тек Құран оқу ғана емес, ол жүректі жаман ойдан сақтау, тілге ие болу, бос сөзден алыстау, пайдалы іспен айналысу. Рамазан айында адамның уақыты берекелі болады екен. Себебі адам қажетсіз істерден алыстап, маңызды нәрселерге көңіл бөледі. Яғни білесіздер, бұл Алла тағала, бұның барлығы тақуалықтың ішіне кіретін критериялар, оның барлығы қасиетті Құран кәрім мен хадис деректерінде жазылған. Мысалы, жаңағы айтып отырған бос нәрселерден, лағулардан бас тартады. Уақыт жоқ оған. Құран кәрімде мүминдерді сипаттаған кезде улаика хум анил лағуи му'ридун дейді. Лағудан, бос сөздерден бас тартатындар дейді. Құранда Алла тағала айтып тұр. Одан кейін тек қана пайдалы нәрсе, жақсы нәрселерде жарысу керек. Мысалы, оғанда Құран кәрімде фастабихул хайрат дейді. Тек жақсы нәрселерде жарысыңдар дейді. Яғни Құран оқу, жүректің тазалығына, ықыласыңды арту, мейірімділік, бүкіл өзіңнің тақуалық сипатына кіретін ақылақ, көркем мінезділіктің шыңына жететін сондай бір мүмкіндік екен. Бұл өте маңызды. Бұл ақылақ мәселесінде өте маңызды нәрсе болып табылады. Себебі біз білім оқимыз, білім алдық, жарайды, білім шайтанда да бар. Іблис деген тіпті пештелерге сабақ берген. Намаз оқу, құлшылық, ғибадат. Онымен де жәннатқа кіре алмайсың. Сондықтан да біз сыртқы тазалық, ішкі тазалық барлығын бірге алып жүру керек. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде инналлаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутатаххирин деп айтқан. Яғни Алла тағала ішкі тазалық пен сыртқы тазалықты жақсы көреді деп тұр. Юхибб, әл-хубб деген сөзден шығып тұр. Ұнайды деп тұрған жоқ, жай жақсы көреді деп тұр. Аллахтың, яғни махаббаты бар бұл жерде. Сондықтан да ішкі сыртқы тазалық, яғни осы жерде баланс орнату үшін осы Рамазан айында жетіп алуға Алла тағала үлкен мүмкіндік беріп тұр. Содан кейін ғұламаларымыз жүректі екі жағдай әлсірететінін айтқан. Біріншісі шамадан тыс дүниеге беріліп кету. Ал екіншісі рухани азықтың азаю. Яғни дүниеге беріліп кетесің, сосын осындай діни рухани ортадан алыстап қалып, осы екі жағдай не істейді дейді? Жүректі әлсіретеді екен. Иманың әлсірейді. Рамазан осы екеуіне де шипа. Аштық адамның тәкаппарлығын азайтады, ал құлшылық жүрегін жұмсартады екен. Сондықтан да көптеген адамдар Рамазанда жүрегінің жеңілдеп, ішкі тыныштық тапқанын сезінеді. Бұны психологиялық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, адамның рухани тыныштығы оның ішкі үйлесіміне байланысты. Құлшылық, дұға, Құран оқу адамның ойын тыныштандырып, күйзелісті азайтады. Бұл адамның ішкі әлемінің реттелуі. Сондықтан да Рамазан тек діни жағынан емес, адамның рухани саулығын қалпына келтіретін мүмкіндік болып табылады. Рухани азық алған жүрек жұмсарады. Ал жұмсарған жүрек адамды жақсы амалдарға жетелейді. Оразаның келесі үлкен тәрбиелік мәні де осы. Адамның өзін, сезімін және мінезін басқаруды үйретеді. Ендеше келесі мәселеде осы 4-ші тақырыбымыз адам психологиясына қандай пайдасын тигізеді тақырыбына
аясында талдайды екенбіз. Төртіншісі ол не? Оразаның адам психологиясына пайдасы. Сабыр, ерік, жігер және өзін өзі басқару тәрбиесі арқылы уәде етілген жұмаққа есепсіз кіру жолы болмақ. Рамазан айы адамның тек рухани дүниесін ғана емес, оның психологиясына да үлкен әсер етеді. Ораза адамның ішкі тәртібін қалыптастыратын, мінезін реттейтін және өзін өзі басқаруға үйрететін ерекше тәрбиелік мектеп. Себебі ораза кезінде адам өзінің табиғи қалауларын белгілі бір уақытқа дейін саналы түрде шектейді. Бұл адамның ерік жігерін күшейтетін ең тиімді рухани жаттығулардың бірі. Қазіргі психология ғылымында адамның өзін өзі бақылау қабілеті тұлғалық жетілудің маңызды көрсеткіш ретінде қарастырады. Өзін тежей алатын, сезім басқара алатын адам өмірдің қиындықтарына төзімді келеді. Ал өзін басқара алмаған адам ашуға, асығыстыққа, агрессияға, тәуелділікке тез беріледі. Ораза осы әлсіз тұстарды түзетуге мүмкіндік береді. Күні бойы аштық пен шөлге сабыр ету арқылы адам өз нәпсіне жоқ деп айтуды үйретеді екен. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам оразаның осы психологиялық тәрбиесіне назар аударып, сендердің бірің ораза кезінде жаман сөз сөйлемесін, дауыс көтермесін. Егер біреу оған тіл тигізсе, немесе ұрысқысы келсе, мен оразамын деп айтсын дейді. Яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи мен оразамын деп айтуға өсиет еткен. Бұл хадис оразаның тек тәндік емес, ең алдымен мінез тәрбиесі екенін көрсетеді. Яғни ораза ашуланбауды, сабыр сақтауды, эмоцияны басқаруды үйретеді. Білім жолындағы жастар үшін бұл мәселе ерекше маңызды. Себебі жас кезең адамның мінезі қалыптасатын, әдеттері орнығатын кезең. Күйзеліс, емтихан уайымы, болашаққа алаңдау, ақпараттың көптігі, мұның барлығы адамның психологиясының шаршалуына себеп болады. Ораза осы қарбаластың ішінде адамға тоқтап, өз-өзіңе қарауға мүмкіндік береді. Адам асығыстан алыстап, сабырлы ойлауға үйретеді. Ихсан дәрежесін көтере алады екен осы айда. Ендеше Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы орайда күшті адам күресте жеңген адам емес, ашуланғанда өзін ұстай алған адам деген. Бұл хадис оразаның мәнін терең түсіндіретін шынайы күш, адамның өз нәпсісін жеңуі. Яғни нағыз батыр соғыстағы батыр емес, ол өз-өзінің нәпсісін жеңген батыр дейді ғой бізде. Дәл сол сияқты яғни бұл сипаттар босқа айтылып тұрған жоқ, психологиялық тұрғыдан деп қазіргі түсінікті тілде айтып жатырмыз. Мән арифа нәфсәху фақада арифа раббаху деген, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кімде-кім өз-өзін таныса, ол Раббысын таныған дейді. Яғни бұл жерде өзін-өзі тану ілімі не? Психология қазіргі. Оны араб тілінде айлмун нәфс дейді. Айлмун нәфс, яғни психология. Осы психологиялық тұрғыда бізді Алла Тағала өзінің сүйікті пайғамбары Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам арқылы бізді психологиялық тұрғыда байсалды, өзін-өзін ұстай алатын ең жоғарғы деңгейдегі көркем мінездің жоғары деңгейіне шақырып жатыр. Өсиет етеді, үйретеді. Алла Тағала кім-кім тіліне және екі бұттың арасына ие болса, жәннаттен уәде беріп отыр Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Одан кейін сендердің ең қайырлыларың және менің қасымда жәннатте болатындар ахсану хулуқухум дейді. Яғни көркем мінездің ең жоғары дәрежесіндегі адам. Яғни тәрбиелі. Соның ішінде ең ауырлары бар. Ол Алла Тағала біліп тұр ғой біздің әлсіз тұстарымызды. Мысалы, біреу сені қатты ренжітсе, біреу ренжітті. Қазіргі таңда білесіздер, бір кешіре алмайтын нәрселер бар да, өте қиын, қатты қиын да.
қанша тырыссаң да кешіре алмайсың. Сол кезде алла тағала бізді жүрегімізді емдеу үшін қасиетті Құранда Али Имран сүресінде не деп айтты? الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين деген аятты айтады. Яғни бұл жерде есепсіз жәннатқа кіргізем деп тұр. Ойла. Барлық адамдар махшар майданында тұр, терілері былай өздерінің бойларына асып кеткен ыстық күн, көлеңкесі бар, көлеңкеге түскендер де бар, түспегендер де бар көлеңкеге. Солардың ішінде есепсіз жәннатқа кіретін 3 түрлі адамды алла тағала бізге айтады. Оның біріншісі аллазина юнфиқуна фиссарраи ваддарра. Қалтасында ақшасы бар болсын, жоқ болсын, жағдай болсын, болмасын, әрқайсысын фи сабилилла, Аллах жолында жағы мал сарып етуші. Соңғы ақшасында Алла жолында беріп жүретін адам. Вәл казиминал ғайз. Ашудың үстінде өз-өзін ұстап тұру. Ойла, біреу өтіп баратсыңдар, денелерің бар, мысалы. Жарайды, Нұр-Маракта кішкене сабыр сақтау мүмкінсіңдер мешіттің төңірегінде. Бірақ Нұр-Марактың Әл-Фараби көшесінің ар жағында кішкене өтте қиын, білесіздер. Біреу қағып өтсе, түсінбей қаласың. Шын. Немесе бір ауыр сөз айтып жіберді. Әкеңді, шешеңді боқтап жіберді. Сол кезде өзің қалай ұстайсың? Бұлай біздің қоғамда практически мүмкін емес. Өзің тоқтат. Біз ұстаз болсақ та өте қиын. Ұстаз болсақ та өте қиын. Жарайды, Әл-Фарабидің бер жақ, басқа сырт жақтарда өз-өзін ұстау өте қиын. Міне осы жерде өз-өзіңді жеңіп, вәл казиминал ғайз. Ашудың өзі деп өзін ұстап қалып, сабыр сақтап, ва иза хатабахумул жахилуна қалу салама. Егер жахил, надандар дейді, жаңағы жаман сөздер айтатын болса, жаңағыдай Аллахтың сәлем болсын, сәлем деп қоя салатын. Осындай жағдайға, яғни осы оразайы адамның өзін нәпсін сындырып, жаңағы көркем мінездің, ақылақтың ең жоғарғы дәрежесіне шақырады екен. Ал үшіншісі, ол да бір қиын, жүректің тыныштығына өте қатты әсер ететін нәрсе. Ол не? Уәл-афина анин-нас. Мысалы, әртүрлі жағдайлар бар өмірде. Біреу лақтырып кетті, ақшаға лақтырып кетті, немесе біреу сатып кетті. Осындай жаман нәрселерді. Біреу сыртынан сөз айтты, немесе сен бір жаман іс-әрекеттер жасады. Ондай адамдарды кешіру мәселесі. Бір хадисте білесіздер, бір сахабамыз, біздің қарапайым сахабаларды, барлық сахабалардан іс-әрекетте айырмашылық жоқ, бірақ жатардан алдын бүкіл адам баласын бәрін кешіріп жататын адам болған. Сол жаңағы әхлул жәнна, яғни жәннат иесі. Сол сияқты бізде сол жүрегіміздің тыныштығы, осы дүниедегі бізге Аллахтың берген сыйы, жүрегіміз тыныш, жаңағыдай әртүрлі психологиялық депрессия, стресс, уайым, қайғы, күйзелістерден арылу үшін осы жібере салу керек. Кешірдім, Аллах үшін болды. Кешірдім, бітті. Валлаху юхиббул мухсинин дейді. Жаңағы ихсан дедік қой. Жаңағы көркем мінездің ең жоғарғы дәрежесі. Алла тағала жақсы көреді деп тұр осыларды. Мухсин дәрежесі. Енді бұл біз ақидалық, ғылыми, тек қана Құран, сүннетке сүйенген негізде айтып отырмыз. Мысалы, ат-тасауф деген ілім бар. Осы ихсан адамның жаңағы мухсин дәрежесіне жеткізетін енді дұрыс сопылық жолдары бар. Яғни сопылық ас-сафа сөзіне шығып тұр ғой. Тазалық дегенді білдіреді. Рухани жан тазалығы, өзің ішкі сырт тазалығы, осындай дүниеден тәрк еткен сондай сопыл дәрежелер болады. Сондай бір
осы бір біздің Нақшбандия деген тариқат, ол Орта Азияда кеңінен тараған кезінде, қазір енді бар ма жоқ па білмейміз, бірақ кейбір мектептер бар. Міне солардың мектептерінде жаңағы адамдарды кешіре салу, ашудың алдында өзін ұстап қалу, көрдіңіз бе? Ерлан ұстазымыз бар ғой, Ерлан Ақатаев ұстазымыз. Ол да көп жерлерде көп айтады: кешіре сал, Аллах үшін жібере сал, кешіре сал, мейірімділік, Аллахтың мейірімділігін жеткіз деп. Барынша бізді мейірімділікке, кешірім, осы ихсан дәрежесіне шақырады. Оны өзіміз тыңдап отырып, үйде отырған кезде кейбір мәселелерде жібере алмау мүмкінсін. Сол сияқты, сондықтан да жаңағы сопылық жолында бұны өзіңді, адам өзін не істеу керек дейді, топырақ сияқты дейді. Мына жер басып жүрген топырақ бар ғой, өзінен сондай дәрежеге жеткізеді екен. Бірақ оны біз білмейміз. Ол өздерінің бір әлемі, оны түсіну өте қиын. Иншалла осы жерде ұстаздарымыз, осы сопылық ілімін зерттеген ұстаздар болса, солардан жақсылап біліп алсаңыздар болады. Рухани азық алған және ішкі тәртіпке үйренген адам біртіндеп өмірінің басқа салаларында да өзгерісті сезіне бастайды. Көрдіңіздер ме? Яғни осы дәреже, бір ай ораза ұстадың, ниетіңді дұрыстағансың, тақуалық жолына да жеттің, рухани азық алдың, Құран көп оқыдың, Аллахпен жақындастың, дұғаларың қабыл болып жатыр. Ойлаңыздар, кейбір көп мәселелер өзіне өз Алла Тағала өзі реттеп, өміріңді реттеп беріп жатыр. Психологиялық тұрғыдан өзіңді бақытты сезініп, ойлаңыздар, бақытты сезініп отырсыздар, ойлаңыздар. Осы бір ай бойы Алла Тағала бізге осындай үлкен мүмкіндік беріп тұр. Осы кезекте бесіншісі, оразаның адам ағзасына пайдалары да бар екен. Әрине, рухани тұрғыда, психологиялық тұрғыда, имани тұрғыда, сыртқы құлшылық, ғибадат мәселесінде барлық ең жоғары шыңдарға шақырып тұр. Осыған жол ашып тұр, есіктер ашық тұр. Осы қасиетті Рамазан айында шайтандар байлаулы тұр. Өзің нәпсіңмен қалып қойдың. Бұл үлкен жетістіктер жетіп жатсың. Енді дүние ақырет деп айтамыз ғой, ол бәрі жақсы, бірақ мынау өзіміздің денемізге де, ағзамызға да пайдасы бар екен. Бұны жоққа шығара алмаймыз, әрине. Бұл жерде ниеттері дұрыстап алған екен, басқа пайдалардың барлығы иншалла бәрі сауап болып кетеді. Ол оразаның адам ағзасына пайдасы. Рамазан оразасы ең алдымен рухани құлшылық болғанымен, оның адам ағзасына да белгілі бір пайдасы бар екені анық. Адам ағзасы үздіксіз жұмыс істейтін жүйе, күнделікті тамақтану, әсіресе қазіргі өмір салтындағы артық әрі ретсіз тамақтану ас қорыту жүйесіне ауырлық түсіреді. Ораза кезінде белгілі уақыт аралығында тамақтан тыйылу арқылы ас қорыту жүйесі тынығады. Бұл ағзаның ішкі жүйелерінің реттелуіне мүмкіндік береді. Заманауи медицина, қазір Европа, ақш құрама штаттарында дамыған елдерде, ғылым мен технология дамыған елдерде осы аштық арқылы, диета ұстау арқылы үлкен осы кесел аурулардың жаңағы бір емі ретінде, терапия ретінде қарастырып отыр екен. Бізге де былай қарайтын болсақ, медициналық тұрғыда да бізге өте үлкен пайдасы бар. Себебі бізде контроль жоқ қой, мысалы, жыл 12 ай тамақ ішеміз, 11 ай. 11 ай бойы Алла Тағала жеңдер деп тұр. Бәрі қазір пайдалы нәрселер бар, пайдасыз нәрселер бар, оны қарап отырған жоқпыз. Мына білім жолында жүрген жастар тем более осыған өте назар аудару керек. Есіктің алдында түрлі магазиндер бар. Университеттен шыққан жерде Магнум бар. Оның ішіне кірсең, өзіңді тоқтата алмайсың, оның бәрі белгілі. Неше түрлі нәрселер жей бересің. Мына осы ораза айында өзің нәпсіңді тыйып, тек пайдалы, мына судың бір дәмі шығып кетеді, ауыз ашардың уақытында. Дәмі шығып кетеді. Сондай бір аузың кеуіп ішкен кезде.
осы пайдалы нәрселерді жеп өзіңді дұрыс жаңағы нәпсі ағзалық тұрғыда бір үлкен бір жетістіктерге жетесің. Мысалы ауырып тұрған нәрсе ішінде жаңағыдай неше түрлі раковый клеткалар болуы мүмкін, немесе ішінде неше түрлі паразиттер болуы мүмкін. Осының барлығын алла тағала өзінің осы қасиетті Рамазан айында да осы ағза тазалығында бізге нәсіп етеді екен. Бірақ бұны айтып отырған кезде ниетімізден айырылып қалмау керек. Яғни ағза тазалығы бәрі болады, бұл по пути. Ең бастысы Аллахтың разылығы үшін болу керек. Ниет, жаңағы тақуалық, оның барлығын жаңағы реттілікпен. Алтыншысы нәпсіні тәрбиелеу. Рамазан оразасының ең үлкен тәрбиелік мәндерінің бірі нәпсіні тәрбиелеу. Адам баласының ішкі күресі көбінесе сыртқы жаумен емес, өзінің қалауы мен нәпсімен байланысты. Нәпсі адамның шектен шығуға, жеңіл жолды таңдауға, ләззатқа тез ұмтылуына бейім тұсы. Егер адам нәпсісін тәрбиелей алмаса, ол білімде де, мінезде де, өмірінде де тұрақтылыққа жете алмайды. Ораза осы нәпсіні тәрбиелейтін ең тиімді құлшылықтардың бірі. Себебі адам күні бойы адал болған тамақ пен судан өз еркімен жаңағы тыйым салады өзіне. Бұл адамға өз қалауын басқаруды үйретеді. Егер адам рұқсат етілген нәрседен уақытша тыйылатын болса, онда харамнан тыйылуы әлде қайда жеңіл болады екен. Сондықтан да ораза нәпсіні әлсіретіп, рухты күшейтетін құлшылық ғибадат. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам нәпс тәрбиесіне ерекше мән беріп, адамның шынайы күшін сыртқы жеңістен емес, ішкі жеңістен іздеуді үйреткен. Ол күшті адам күресте жеңген адам емес, ашуланғанда өзін ұстай алған адам деген. Бұл хадис нәпсінің тәрбиелеудің мәнін айқын көрсетеді. Яғни адам өз ашуын, қалауын, тілін басқара алған кезде ғана шынайы рухани деңгейге көтеріледі. Бұл жерде енді нәпс тәрбиесі туралы айтылып отыр. Өздеріңізге белгілі, ағзаның тазалығы дедік, тақуалық, ақлақ, ихсан дәрежесінің ең көркем дәрежесіне жетуге мүмкіндік деп қарастырдық. Енді қараңыздар, бұл жерде шайтаннан басқа сен өз-өзіңмен ғана қалдың. Шайтандар байланды. Оны тек біз имани деңгейде ғана Аллаға сенеміз ғой. Ғайбиятқа сенеміз. Ғайып әлеміне сенеміз. Осы сену арқылы біз шайтандардың байланғандығына да сенеміз. Сол кезде біз өз-өзімізбен, нәпсімізбен ғана қаламыз. Осы жай күндері 11 ай бойы өзіміздің нәпсімізді жеңе алмай жүріп, шайтан ғой деп жүрсек, енді оразада шайтан ғой деп айта алмайсың да. Себебі өзіңнің нәпсің, өз-өзіңмен қалдың. Осы жерде өзіңді тәрбиелейсің. Осы жерде тек қана өз-өзіңді тәрбиелемейсің, Алла тағала саған осы жерде қолдау көрсетіп отыр. Ораза арқылы жаңағы нәпсіні тәрбиелеуге үлкен сондай мүмкіндік беріп отыр. Имам Ғазали рахимахулла осы ораза жайында не деп айтты? Оразаның жоғары дәрежесін жүрек оразасы деп түсіндірген дейді. Яғни тек қана ішіп жеуден тыйылу емес, бос нәрселерден, жаңа мүминнің сипаттары берілді ғой бізге. Нағыз тақуа, мүмин, шынайы ихсан дәрежесіндегі адамның сипаттары берілді. Міне осы дәрежелерге рухани тұрғыда жаңа тақуалықпен осы ақылықтың көркем мінездің ең жоғары дәрежесіне жету үшін жүректің оразасы арқылы жетеді екенсің. Жаман ойлардан сақтанасың. Уәлә яғдаб бa'дукум бa'да. Бір-бірлеріңді ғайбаттамаңдар деді. Аллахумма иджәлни инда хусна зон. Аллахым бізді жақсы ойлаушылардан ете көр. Жаман ойларды ойламай, инна бa'да зонни исм дейді. Расында кейбір ойлар ол күнә дейді. Көрдіңіздер ме? Тек қана жақсы ойда
жақсы ойда ойлап жүрсеңіздер, тек қана сол жақсылықтарға жетесіздер. Жақсы сөз жарым ырыс дейді атам қазақ. Жақсы сөзде жүріп, жүрегімізді жаңағыдай жаман нәрселер бар, қырсықтық, хәсәт, көре алмаушылық, осы сипаттардың бәрінен айырылып, көрдіңіз бе, ораза да осыған. Сосын бағанағы жоғарыда айтып кеткен, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Бүкіл адамдарға кешіріммен, сосын мейіріммен қарап, жаңағы осы тақуалықтың ең тақуалық жолында жүру керек екенбіз. Одан кейін соңғы тақырыбымыз ол не? 7-ші Рамазанның адам бойындағы мейірімділік пен ықыласты арттыруы. Рамазан айының ең көркем нәтижелерінің бірі адамның жүрегінде мейірімділік пен ықыласты арттыру. Себебі ораза адамның ішкі дүниесін жұмсартады, тәкаппарлықты азайтады және өзгенің жағдайын түсінуге үйретеді. Аштық сезінген адам мұқтаж жандардың халін тереңірек ұғына бастайды. Осы арқылы адамның жүрегінде жанашырлық, кешірім және қамқорлық сезімдері күшейеді. Алла тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде: «Я айюханнас, қад жаәткум мауъизатум мин раббикум, ва шифаун лима фи судури, ва худа ва рахматул лил муъминин» деген. Ей адамдар, сендерге Раббыларың тарапынан насихат, жүректерге шипа, тура жол және мейірім келді деген Юнус сүресінде. Яғни Рамазан осы мейірімнің адам өмірінде көрініс табатын айы. Бұл айда адамдар садақа беруге, бір-біріне көмектесуге, ренжіскендермен татуласуға ұмтылады. Себебі ораза адамның жүрегін жұмсартып, өзгенің жағдайына бей-жай қарамауға тәрбиелейді. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам адамдарға мейірім етпегенге Алла да мейірім етпейді дейді. Ирхаму ман фил арди ва ярхамукум ман фис сама. Ман лам ярхам ла юрхам дейді, мына хадисте. Яғни адамдарға мейірімділік етпесең, Алла тағала саған мейірімділік етпейді. Ирхаму ман фил арди ва ярхамукум ман фис сама. Жер бетіндегілердің барлығына мейірімділікпен қарау керек, мейірімділік көрсету керек. Сонда Алла тағала да сіздерге мейірімділік етеді екен. Яғни бұл жерде мейірімділіктің астарында көп нәрсе жатыр, Аллахтың сипатында. Білесіздер, Ар-Рахман Ар-Рахим. Одан кейін ықылас мәселесі де осы жерде көрінеді. Ораза адамдарға көрсету үшін жасалмайтын құлшылық. Енді қараңыздар, бұл ықыласты арттыру керек, бұл қасиетті Рамазан айында. Себебі Пайғамбар саллаллаху хадисінде «Мән қама Рамадана», кім дейді, Рамазан айын түннің 3/1, яғни бұл жерде мағынасы не келіп тұр? Тарауих намазын ықыласпен, сауапты үміт еткен күйде ораза ұстайтын болса дейді, бұрынғы өткен күнәлердің барлығы кешіреді екен. Бұл хадис ықыласпен, көрдіңіз бе? Пайғамбар саллаллаху алейхи осы хадисте ықыласты қосып тұр. Яғни бұл жерде ықыластың мағынасы не? Ықылас дегеніміз тек қана Аллахтың разылығы үшін, риясыз, бұны ешкім білмейді. Бұны ораза, мысалы намаз оқып жатсаң бәрі біледі. Тек ораза ғана. Оразаны Аллах үшін ұстап жүргеніңді ішкі ниетіңмен білетін тек бір Алла тағала. Сол үшін ораза Аллах үшін ұсталғандықтан Алла тағала сауабын өзім берем дейді. Сосын осы оразаның ұстағандардың барлықтарын қиямет күні жинап,
Райян деген жәннетке кіргізіп, сосын соңғы ораза ұстаған адамды кіргізіп есігін жабады. Білесіздер, иә? Сондықтан да осы қасиетті Рамазан айында мейірімділік, ықыласты көбірек арттыру керек екен. Осылайша бүгінгі осы 7 түрлі тақырып қарастырдық. Барлығы бірін-бірімен байланысты. Бұл Құран кәрімде бірінші орында тақуалыққа жетелейтін осы мүмкіндік ай ретінде Алла Тағала беріп, ораза ұстаңдар деп бізге әмір етті. Бәлкім тақуа боларсыңдар деді. Көрдіңіздер ме? Осы қасиетті Рамазан айында тек қана ішіп жеу емес, шын ықыласпен Аллахтың разылығы үшін ұстап, тақуалығымызды арттырып, көбірек білім алып, сосын тағы бір білім жолындағы жүргендерге, мысалы біз өзімде студент болдым, бакалавр осында оқыдым. Бізде жүрген кезде көбірек ораза ұстайтынбыз. Не үшін ораза? Нәпіл оразалар. Себебі ілім есіктері ашылады дейді. Себебі аштықты бүйтіп алсаң, астында білім жатыр дейді. Сөйтіп үйрететін бізге ұстаздарымыз. Бізде осы Данияр ұстазымыздың шәкіртіміз, Құраннан сабақ берді. Осы Нұр Мүбарак университетіне себепші болған ұстазым осы Данияр ұстазым. Алла разы болсын. Осындай ұстаздар арқылы осындай бір пайдалы нәрсе айтып қалып, осындай болашақта осындай ілім жолында жүріп, барлығы осы сіздерге айтылып отырған уағыз насихаттардың арқасы, осы тақуалық жолына, ілім жолында көп пайда алу үшін осы ораза айы өте пайдалы білім жолындағыларға. Сол білмейтін нәрселерінде көбірек кітаптар алып, көбірек зерттейтін нәрселерді өздеріңізге мақсаттарына қойып, Құран жаттаймын десеңіз, Құранға ден қойып, осы қасиетті Рамазан айында мүмкіндігінше барынша пайдаланып алу керек. Себебі бұл Алла Тағаланың берген мүмкіндігі. Ең бастысы ниет Аллах үшін, ал қалған бәрі өзіңіздің бағдарыңызға байланысты Алла Тағала осы айда сіздерге барлығыңыз алдыларыңызға әкеліп береді. Сөзімізді қорытындылай келгенде, бүгінгі уағызымызда Рамазан оразасында дайындықтың ең маңызды мәселелеріне тоқталдық. Ораза тек белгілі бір уақытта ішіп жеуден тыйылу емес, ол адамның бүкіл болмысын тәрбиелейтін үлкен рухани мектеп екеніне көз жеткіздік. Бұл ай адамның жүрегін тазартатын, мінезін көркемдейтін, өміріне тәртіп пен мағына беретін ерекше мүмкіндік болса керек. Ең алдымен оразаның бастау нүктесі ниет екенін айттық. Ниет түзелмей, амал толық болмайды. Дұрыс ниет адамды тақуалыққа жетелейді. Тақуалық адамның әрбір ісінде Алланы сезінуіне, өзін бақылауына үйретеді. Ал жүрек тақуалыққа жеткен кезде ол рухани азыққа мұқтаж болады. Сондықтан Рамазан Құранмен байланыс күшейтетін, иман жаңаратын ай. Сонымен қатар оразаның адамның психологиясына пайдасы бар екенін көрдік. Ол сабырды арттырып, ерік жігерді күшейтіп, адамның өзін өзі басқаруын үйретеді екен. Адам ағзасына да белгілі бір тәртіп әкеліп, өмір салтын реттейді. Ең маңыздысы ораза нәпсін тәрбиелеп, адамды өз қалауын басқара білуге үйретеді. Ал нәпсін тәрбиелеген адамның жүрегінде мейірімділік пен ықылас артып, айналасына пайдасы тие бастайды. Ендеше Рамазан айын тек уақытша құлшылық ретінде емес, өмірімізді өзгертетін мүмкіндік ретінде қарсы алайық. Бұл айда әрқайсымыз жүрегімізді ғапылдықтан оятып, ниетімізді түзеп, мінезімізді көркемдеуге күш салайық.
егер рамазаннан кейін сабырлық, мейірімділік, жауапкершілік жоғары адам болып шықсақ, онда қасиетті айдың шынайы жемісіне жеткеніміз. Алла тағала баршамызды қасиетті Рамазан айына аман есен жеткізіп, ұстайтын оразамызды, оқитын Құранымызды, жасайтын дұға тілектерімізді қабыл етіп, жүректерімізге тыныштық, өмірімізге береке нәсіп етіп, осы жәннаттың төрінде иншалла баршамыз өстіп жиналып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қасында тірілуімізді, болуымызды нәсіп етсін Алла тағала. Әмин. Алхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Ал құрметті шәкірттер, бауырлар, қонақтар, меймандар, баршаңызға Алла разы болсын. Енді ораза туралы, жалпы Рамазан туралы көп дүние айтуға болады. Солай ғой, 12 айдың сұлтаны деп отырмыз. Сондықтан енді жалпы Рамазанда жаңа ұстаз айтқандай негізгі мәселе осы ниетті түзету ғой. Сондықтан ұстазға Аллах разы болсын. Иншалла осы Рамазанның алдында барлығымыз бірінші кезекте ниетімізді түзеп алайық. Алла ризалығы үшін ораза тұтайық, құлшылық қылайық деп өзінің уағызын сабақтады. Енді құрметті бауырлар, шәкірттер, жаңа айттым, Алла бұйыртса, енді Серік ұстаздың сіздерге жолын берсін, осы жерде оқып, осы жердің түлегі болып, қазір осы жерде үлкен ғылыммен айналысып, мақала, кітаптар жазып жүрген осындай ұстаздарымыз аман болсын. Осы жерге сіздерге уағыз айтып жатқан, сабақ беріп жатқан Бағлан ұстаз, Шежінбай, Алла бұйыртса, Сырым ұстаздарыңыз, тағы сол сияқты Жомарт ұстаздарыңыз, Нұржан ұстаздарыңыз, барлығы осы жердің түлектері, сіздер сияқты кезінде оқыған, қазір үлкен ғылым жолында, Аллаға шүкір, сонда еңбек етіп жатыр. Сіздерге де сол нәсіп болсын дейміз. Енді Алла бұйыртса, Серік ұстаз, енді докторлығыңыз аман есен қорғап алыңыз. Аумин. Ақида саласында ол оңай емес, адамның сенімі, негізі Алла тағалаға сенім, ақыретке сенім, періштелер, кітаптарға, пайғамбарларға. Рамазанға өте аз уақыт қалды. Алла бұйыртса, келесі аптаның сәрсенбісі, яғни 18 ақпан күні мешітке барып, барлығымыз Аллах нәсіп етсе, Рамазанның алғашқы кеші ғой енді. Біз қай намазды бастаймыз? Құптаннан кейін тарауих намазын бастаймыз. Иншалла мешіттерімізде жас қариларымыз, өзіміздің осы Нұр Мұбарактың да түлектері, Аллаға шүкір, хатым етеді, Құранды бастан аяқ 30 параны оқып шығады. Соған енді сіз де қатысатын болсаңыз, сол құдды өзіңіз оқығандай, иншалла сауап аласыз. Өйткені бұл үлкен сауабы мол, үлкен амал. Және Құран түскен ай ғой енді. Сондықтан біз осы айда Құранмен әсемдеп, Құранмен гүлдендіруіміз керек. Жаңа ұстаз айтқандай, иншалла. Және құрметті бауырлар, енді ары қарай бейсенбі күні таңы сәремізді ішіп, Аллах нәсіп етсе, біз Рамазанды, оразаны бастап кетеміз. Алла сол күндерге аман есен жеткізсін. Енді бүгін ораза туралы, шынайы ықылас, ниет туралы, жалпы оразаның бізге қандай беретін жақсылығы бар, сол туралы уағыз айтқан Серік ұстазымызға Аллах разы болсын. Алла өміріңізге, уақытыңызға берекесін берсін, ұстаз. Құрметті шәкірттер, енді әрине біз Рамазан айында өткен уағызымызда Ерлан ұстазың айтқан едік, оразада да уағызымызды тоқтатпасақ деген ниеттеміз деп, жаңағы жұма намазына дейін болса да деп. Бірақ енді біздің Нұр Мұбарактың қазір осы оқу залы, осы сіздер отырған Әл-Фараби залы, күндіз бұл жерде сабақтар болады екен, түске дейін бос болмайды екен енді. Өкінішке қарай. Сондықтан иншалла Рамазан айында кішкене үзіліс береміз. Сосын Рамазаннан кейін ары қарай
жалғастырамыз. Ерлан ұстаздарыңыз бар, басқа ұстаздар бар, Аллах насip етсе. Бірақ біздің YouTube арнамызда, Нұр Мүбарак YouTube арнасында осыған дейінгі айтылған барлық уағыздар жүктеліп жатыр. Сондықтан сол жерден тыңдаңыздар, көріңіздер, қайта тыңдап, өзімізге бір қорытынды сабақ, өзімізге бір жақсы дүние, пайдалы дүниелерді алайық, амал етейік, және басқа бауырларымызға жеткізейік, инша Алла. Енді уағызымыздың аяғын мынау Қалқаман Сарин деген жақсы біздің, Алла разы болсын, ағамыз бар, ақын ағамыз. Соның енді Рамазан айында айтылған ғой, жаңаға келесі Рамазанға бұлай айтқан кезде жетеміз бе, жетпейміз бе, кім біледі енді. Алла ұзын өмір берсін, ұзақ ғұмыр берсін ғой. Сондықтан бәріміздің тілегіміз Рамазанға аман есен жету, соңына дейін жету, иншалла. Келесі Рамазандарға да тілегіміз сол, Алла жеткізе берсін дейміз, Сондықтан ол кісі Рамазанның нығметі, жақсылығы туралы осындай бір өлең жолын жазған екен. Нығмет нұрын Аллахтың шашып келген Рамазан, бар қақпасын жәннаттың ашып келген Рамазан. Ақ жанымды арылтып, күмәнді істен Рамазан, тура жолды нұсқаушы Құран түскен Рамазан. Жамандықты өшіріп, пешенеден Рамазан, жақсылықты өсіріп, еселеген Рамазан. Қия бассам құтқарып, қиянаттан Рамазан, тыныштықты жүрекке ұялатқан Рамазан. 30 күндік иләһи мерекелі Рамазан, ауыз ашқан дастарқан берекелі Рамазан. Тарауыққа асығып, күнәлі жан Рамазан, таңға дейін сәждеде дұға қылам Рамазан. Басқаға емес, Раббыма жақын еткен Рамазан, бастан аяқ Құранды хатым еткен Рамазан. Таңға жайып, таңғы азан, сәресі бал Рамазан. Жәннат бақтан жанымның дәмесі бар Рамазан. Мың айданда қайырлы қадір түнің Рамазан. Сол түнді іздеп таппайдау жаным тыным Рамазан. Мейірімге мұқтажбын, кешірімге Рамазан. Шүкір Аллах, жеткіздің осы күнге Рамазан. Күрес түріп тәкаппар нәпсіменен Рамазан. Бауыр қылдың кіл жайсаң жақсы менен Рамазан. Туысқа иман сыйлаған досқа сабыр Рамазан. Қайтып бізге белгілі келетінің Рамазан. Бірақ сені белгісіз көретінім Рамазан. Құрметінен Құдайдың құр қалғым жоқ Рамазан. Сен келгенше білмеймін, кім бар, кім жоқ Рамазан. Аллах берем деген соң сый мөлшерін Рамазан. Әр сәтіңді ардақтап, сүйгім сенің Рамазан. 12 айдың мырзасы, сұлтанысың Рамазан. Момын мұсылмандардың іңкәрісің Рамазан. Сағындыршы, шөлдетші, қаталатшы Рамазан. Қияметте болатын шапағатшым Рамазан. Қияметте болатын шапағатшым Рамазан деп Қалқаман Сарин ағамыз өзінің өлеңін халқына арнаған екен. Баршаңызға Алла Тағаланың нұры жаусын, берекесі болсын. Келе жатқан ұлық болған Рамазан айы құтты болсын, аман есен жетейік. Рамазанның күндізінде, түнінде құлшылықпен, ғибадатпен, дұғамен, Құран оқуменен, ораза ұстап, сондай тек жақсы амалдар жасаумен өткізейік. Иншалла, әр шаңыраққа еліміздің Алла берекесін жаудырсын, нұрын жаудырсын. Иншалла, осындай Рамазанға аман есен жете берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тұтатын оразаларымыз қабыл болсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату.